Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өзбек халқының тағамы машхурда деп аталатын қою сорпа пісіреміз. Алдымен кастрюльге май құйып, етті 5 минут қуырамыз. Оған пияз, помидор, болгар бұрышы, сәбіз, томат қосып қатты отта қуырамыз. Қуырып алғаннан кейін 2 литр су құйып бетін жауып қоямыз. Суымыз қайнағанша машты 15 минутқа жылы суға салып қоямыз. Сорпадан пенкісін алып тұрамыз. Маш саламыз. Орташа отта маш жарылғанша пісіреміз. Менде 35 минутта жарылып пісті. Енді картошка мен жуылған күріш қосып пісіреміз. Дәміне қарай тұз бен паприка қосамыз. Зелень мен чеснок қосамыз. Чеснокты қосқаннан кейін отты өшіреміз. Сорпа өте тойымды, қою болып шықты. Бұндай сорпаны қаттықпен немесе қаймақпен береді. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепті ұнаса лайк басып, каналыма жазылыңыз.